Aramazsın. Ей, қалап не істеп жатсыңдар да үйдің іші не болды? Жинастырыңдар, үйдің бәрін жинаңдар. Не мынау? Далаға шығайық. Қандай дала? Бірінші үйді тазалаңдар. Не мынау үйдің іші? Бәрін орнына қойыңдар, жинаңдар кәні. Ей, басым ауырып тұр. Диляра, мен жатамын, демалам. Үйдің бәрін жинап қойыңдар болды дейсіз. Кеттім мен. Жатып алайын. Басым ауырып тұр. Короче, достар, беднейік. Достар, біз қазір. Давай. Енді өшіріңіз. Біз серуендеуге сыртқа шықтық. Сюда. Газ, через сюда. Зарядка назад. Надо. Волота. Ну да. Ана жақты қарашы, ана жақта еще бір үй тұр, соқы бара тұрмашы жүрші. Әні? Я көрдім, біз жұмыстан қашып, үйден қаштық, біз жұмыс істегіміз келмейді. Жұмыс істегіміз келмейді. Біз мама жұмыс бербейді, содан қашып шықтық. Жаурап кеттік я. Осы үйге жылды болыңызшы. Я кеттік, жүріңдер. Жүріңдер. О, балалар, келіңдер, балалар. Кеп қапты ғой. Кіріңдер, отырыңдар, жаша. Не қашты, отырыңдар. Өсі сорпашы отыратын еті жоқ. Әй, дұрыс кеп қалдыңдар ғой, отырыңдар. Отырыңдар, балалар. Қараңдар, май баба яға нені ұқсайды? Түрін қараңдар. Ай, көрген түрін қараңдар. Ай, қорқынышты ғой. Баба яған емес па? Кейбірдің тұр. Баба яған түрін ұқсайды ғой. Құры қара сорпа ішіп отыр едім. Жақсы келдіңдер ғой, балалар, жақсы келдіңдер. Қазір тамақ істесем екен. Не істеймін қазір? Істеймін. Бір нәрсе істеуім керек еді. Мына жерде сорпа ішіп отыр едім, еті жоқ сорпа. Жақсы келдіңдер ғой сендер. İstesem екен. Қандай тамақ істейміз? Қандай тамақ істейміз? Мына кемпір бізден тамақ жасау деп жатыр. Қазір бастаймыз. Қандай тамақ жасасам екен, а? Үйде ет те жоқ. Балалар кеп қапты, үйде ет жоқ. Не істесем екен, а? Сендер мынаны не қылсам? Не, болмайды ана. Бұдан да үлкен нәрсе керек маған. Балта керек, балта. Мен, балалар отыра тұрыңдар, мен бар сарайда балтамды алып келейін, я? Балта алып кеттім.
Dostlar, bu videoga qaytib qilish kerak. Biz negizі bir sihirli tayoqcha topib oldim da menda. So'ram biz endi üstüp fokus deb qashar edimiz. Biz ham buni kelib bizga tomoq jasaydi. Ortasına ketdi qo'y bana bizni. Fokus Drulyada. Ola o'zingizga. O'zingim bo'ling tusigim. Hozir biz sihirli qo'sma yerda tesiz ishlab tashlaylik. 2 3 Mana tazzalar analaringizdan qochmanglar. Anvarning aytgan so'zlarini tinglangizlar. Baltamda alıp келе жатырмын. Тоқтама, өткір. Әй, балалар қайда? Балалар қайда кеткен? Әй, балалар қашып кетіпсіңдер ғой сендер. Киімдер мүшіде қалды. Бәрібір келесіңдер сендер маған. Сендер маған бәрібір келесіңдер балалар. İzle bak dostlar, izle. Sürpriz. Жоқ, прямо мен айтпаймын ғой, мен қазір айтып қойсам болмай қалады ғой. көзіңмен десейші. Иә. Мен қазір оны мақтаймын ба, мен қайдан білесің қазір? Даттаймын ба? Айтпаймын оны. Бастап айта берейін, енді алдарыңыз біразыңыз жас қойыңыздар ғой. Біріншіден өзімді есімін таныстырып кетейін, енді біразы ағайды көрмедім, ағай кімсіз деп жатқан сол ғой, енді мамасынан көреміз, көбінесе мамамыз келеді жаңағы жиналысқа. Сол кісіні ғана танимыз ғой. Есімім Ұлбосын болады, 9-шы сынып жетекшімін. Жалпы 5-ші сыныптан осы класты алып келе жатқан сынып жетекшінің өзім негізі ағылшын тілі пән мұғалімімін. Енді өзім жалпы сынып жетекшілік тәжірибем алдыңғы бір сыныпты бітірдім, 5-ші сыныптан бастап 1 жылдық сыныпты бітірдім ғой енді. Биыл енді 12 жыл болып отыр, стартымыз енді сынып жетекшілік мақсаттағы. Жалпы бүгінгі негізгі тақырыбымыз ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ретінде сіздерге жалпы негізгі тақырыпты алып отыр. Жалпы компьютерлік тәуелділік, бұл гаджетті пайдаланудағы ойдан шықпайтын қажеттілік. Негізгі ата-аналар қолдау тақырыбынан алынған тақырыптың бірі. Бұл тақырыптар бізге арнайы өзі қолдау орталығынан бекітілген тақырыптар. Осы тақырыпты жалпы білесіздер, қазір қоғамда осы гаджет туралы, осы ұялы телефон туралы, қазіргі біріншіден біздегі бұл қазіргі өздеріңіз білесіздер, кәдімгі наша сияқты, бұл да темекі сияқты тәуелділік қой бізде, гаджетті білесіздер, кәдімгі оны қалай оны бала қолданады, ол телефоннан шыға алмайды ол бала. Нашанда дәл солай ғой, нашанды қолданса олдан шыға алмай қалады ғой, темекі тәуелділік деп жалпы тәуелділік деп жатқанымыз осы компьютерлік тәуелділік деп жатқанымыз. Осы тараптан өздеріңіздің қазір алдарыңызда сауалнаманы толтырдыңыздар, сол сауалнамада сол баланың қаншалықты сол гаджетті телефонды қолданатынын өздеріңіз хабардарсыздар ма? Телефонға жалпы соған көрсетеді ғой барлығы.
гаджет мынау жалпы ойынның барлығы соған кіреді. Осы гаджет деген компьютерлік ойынның барлығы соған. бірақ ішінде бір кітап ойнамайды емес, барлық телефонда ойын бар. Ойнайды. Соған сіздер не көресіздер, баланы не ойнап отыр, қазір не саласыздар деп хабарласыздар ма? Интернетте қазір өте қоғамда мынау сіздердің тәрбиелеріңізден бөлек басқа тәрбие өте салынып жатыр. Оны бала тез жаттап алады. Оны сіз қанша бала қазір мына сіздердің үйде күнделікті іс-әрекеттеріңізден тәрбие алады. Сіз мысалы балаға ай балам бүйтпе деген айтқаныңыздарды ол бала түсінбейді. Тек сіздердің іс-әрекеттеріңізді. Үйлеріңізде мысалы сіздердің отбасыларыңызда өздеріңіз жаңағы жұбайларыңызбен қандай қарым-қатынастасыздар. Ұрыс керіс болып жатыр ма? Оның бәрі балаға әсер етеді. Лажы болса үйде дауыс көтермей баланың көзінше, өйткені бұл бала соны алып ертең өзінің өмірінде соны қолданады. Қаншалықты? Өйткені сіздер өздеріңіз жасырып жаңағы күйеуіңізбен енді мысалы жолдастарыңызбен қалайса болады. Бәрібір бір ұрыс керіс болады ғой. Ыдыс-аяқ сыдырламай сырмайды дейді. Болады. Мен өзім дәстүрлерді талқылау және қолдану. Жасөспірімдер арасында ұлттық құндылықтарды сақтауда мектеп пен ата-ананың өзара әрекетінің маңызы. Жалпы осы тұрғыда өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып жүрсеңіздер, бір-екі сөздерді нақты маған да ақпарат керек еді, иә? Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып жүрсеңіздер, әркімнің ойы құнды ғой, енді бұл жерде сіздікі дұрыс емес деп айтпаймыз. Өздеріңіздің алған білгендеріңіз бар, көргендеріңіз. Неге қосқандарыңыз білесіздер? Бірдей емес, өздеріңіз білесіздер. Отысына қарай өзі. Қалай? Өзі не жағы ұнайма? Ол сізден тараптан ғой, ол кейінге біздің арасуға қоныс жоқ. Жоқ, қалай жасайсыздар өз идеяларыңыз? Адам мүсін жасаңдар, қырқасыз ба, или мынаны узорлайсыздар ма, или гүлдейсіздер ма, былай адам былай жасайсыздар ма, білмеймін, или былай осыдан адам жасайсыздар, или кәдімгі адамның бейнесін жасайсыздар. Қырқып домалап қаласыздар ма, қол аяқ деген сияқты. Иә, болады. Айтады ғой, қариялар әдемі қартаюды да мысалға нәсіп етсін деп жатады ғой. Бұл жерде әдемі қартаю дегеннің сөздің астында үлкен кең бір мән мағына жатыр. Яғни үйде отырған ата болсын, әже болсын, алдындағы немересіне, мысалға қыздарымызға неден 40 деген сияқты, ұлдарымызға жаңағы өзіміздің ұмытылып бара жатқан салт дәстүріміз болсын, құндылықтарымыз болсын, солардың барлығын есіне салып, өздерінің басынан өткендер оқиғаларын айтып, соларға тәлім тәрбиесін беріп отырса, ол үлкен бір бала, яғни ата мен әженің қолында өскен бала жаман болады деп мен ойламаймын. Яғни енді ата-аналар көбісі жас болады, олар жұмыс басты болып кетеді. Мысалға баланың тәрбиесіне мен өзім мойындаймын, кейде біз үлгере алмай қалып жатамыз. Мысалға әкелеріміз көбісі қазір өздеріңіз білесіздер, көбісі вақты жұмыс істейді. Мысалға 15 күн жұмыста болады, 15 күн өзінің басқа шаруаларымен кетіп қалады. Мысалға сол кезде балаға мысалы ақыл айтатын үйде кейде адам болмай қалады. Ал енді жаңағы атасы, әжесі болса, олар енді үнемі ғой қасында ғой баланың үнемі үйде. Сол жаңағы өзінің ақылын айтып отырса, бұл үлкен жаңағы тәрбиенің басы деп білемін. Рахмет. Жалпы келесі қайсыңыз? Кезекке оқи беріңіз. Жиналыста ең бойы ұзын ата-ананың кім бойы ұзын? Ана кісінің бойы ұзын. Жоқ, кісінің бойы ұзын емес пе? Жоқ. Сен екеулеріңіз құшақтай берейік. Келесі тағы сіз оқыңыз. Жиналыстағы ең позитивті ата-ананы құшақтаңыз дегенде рахмет, керемет. Тағы да. Сіздер, көке. Ұрысқаныңызды аяқтары бар көбі. Ешқандай ұрыс деген болмайды. Жиналыстағы ең сұлу ата-ананы құшақтау. Сырласың ба? Сіз не қандай? Шарасаңызшы. Мынау оны ақылымен. Жаңағыда ең позитивті ата-ананы құшақтаңыз. Сізге жаңағыдағы ең позитивті апаны құшақтай. Апаны құшақтай беріңіз.
рахмет. Келесі. Менде жиналыста ең әзіл қой ата-ананы құшақтаңыз дейді. Мен түсіріп тұрмын. Келесі сөзі. Міне сабақ басталатын уақыт болды. Оқушыларымыз кешігіп жатыр. Әлі келмей жатыр. Қоңырау да соғылды. Сен кімсің? Атым Меганмын. Меган ба? Отыра ғой. Меган отыра ғой. Сен кімсің? Мен Бампермін. Отыра ғой, жақсы. Сен кімсің? Мен Вайнстейнмін. Ойсти отыра ғой. Келесі оқушыларымыз жайлап келіп жатыр. Бұл енді монстрлар мектебі, осындай оқушылар бізде. Келе ғой, сен кімсің? Мен үш қыз. Үш көз ба? Айтпай қой. Үш көзің көрініп тұр. Отыра ғой. Рахман мен оның. Сәлематсыз ба? Сен кімсің? Мен зомбимін. Отыра ғой. Сәлематсыз ба? Сіз кімсіз? Ой, бағай сөйлемейді ғой. Сөйлемейді екен. Отыра ғой. Мына шеттен отыра ғой. Математика сабағы басылады. Үйге 1-ден 10-ға дейін сабағандарды жаттап келуге берген тұғымын. Бүгінгі өтетініміз жаңа сабағымыз қосу және азайту. Енді үй тапсырмасын айтамыз. Кім айтады? Мен. Кім айтады? Айта ғой. Зомби айта ғой. 1, 2, 3, Қолын түсіріп тұр зомбилар құсамай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, молодец, өзі зомби болса да ақылды өзі, отыра ғой. Келесі 10-ға дейін санаймыз. 3 көз айта ғой. Санап айтамыз, санап. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8. Отыра ғой, дұрыс емес. Күнделігінде әке 2 қойып беремін. Дұрыс емес. Келесі коробка басы айта ғой. Үй тапсырмасына айта ғой, дайындалып кепсін ғой, Неменеге тұрды дайындалмаса? Отыра ғой, айтпайды ештеме. Кім айтады? Айта ғой. Ал вампир айта ғой. 2, 4, 6, 8, 9. Ой, отыра ғой. Ой, жаттамапсың ғой. Келесі айта ғой. Меган айтады. Меган айта ғой. Айта бер. Дауысын шығарып айт. Ол сабақ емес қой. Санау ғой, санау. Жарайды онда, сабаққа дайын емес екен. Меган, отыра беріңдер. Ал енді біз не істейміз? Бүгін қосу және азайтуды өтеміз. Кән дәптерлеріңді алыңдар, бәрің алдында дәптеріңді тұр ма? 2 қосу 4 деп жазамыз. 2 қосу 4. Тең. Айтпай тұрыңдар, әлі айтпай тұрамыз. Тек қана жазып тұрамыз. 2 қосу тең, 4 тең. Енді 3 қосу 3 тең. Енді 5 қосу 2 тең. Жаздыңдар ма, кән? Не жаздың? Жақсы. Сен жазбапсың ғой, Сен ше коробка бос жаздың ма? Коробка бос. Жазықты коробка бос. Яғни жазып отырсыңдар ма, бәрін түгел. Бір тексеріп жіберейін. Жақсы. Жазып отыр екен. Ойсы. Сенде вампирді жазып қойыпты. Енді біздің кішкентай Меганымызға жазып қойыпты. Жарайсыңдар. Енді не істейтін еді дейлі? Енді сен жауаптарын айтады. Дұрыс айта ма? Әркім әртүрлі айта ма? Біреусі қате айтады, біреусі дұрыс айтады. Мен дұрыс айтам ба? Біріншісі қандай еді?
2 қосу. Иә, 2 қосу 4. 2 қосу 4 қанша болады? Кім айтады? Апай, мен Вампир айта қойшы. 2 қосу 4 тең 6 болады. О, жақсы, жарайсың, 5 қойып берем. Коробка бас айта қойшы. 3 қосу 3. 3 қосу 3 қанша болады? Сөйлемейді ол. 5. Дұрыс емес, отыр. Отыр шығып алады, сөйлемейді осы ше. Тілі жоқ па білмейді, теріс қарап отырады еще сабақта. Айта ғой. Сен атың не ме? Зомби. Зомби айта ғой. 5 қосу 2 тең 7. Ой, жарайсың, отыра ғой, күнделіктеріңе 5 қойып берем. 3 көз айта ғой. 3-ші сабақ, 3-ші қандай еді? 3 қосу 3. 3 қосу 3 қанша болады? 5. Отыра ғой. Дұрыс емес екен. Сен өзің айта ғой. 3 қосу 3 6. Ой, жарайсың, күнделігіңе 5 қойып беремін. Қоңырау соғылды, үзіліске барып келіңдер. Ей, коробка бас. Орнына отыр болда. Бұларға ше өстіп. Айқайламасаң өстіп кетеді бұлар. Монстрлар ғой, адам өзі қорқады бұларға сабақ беруге ше. Ал коробка бас теріс қарап отырып алды. Алдыңа қарап отыр, коробка бас. Екінші сабағымыз басталайын деп жатыр. Енді екінші сабағымыз басталады қазір. Музыка сабағы басталады. Ал сабақты бастаймыз. Бүгінгі күнді жазып қоямыз, балалар. Бүгін қаншасы? Сәуірдің 6-сы деп жазып қойыңыздар. Жазайық. Жазып қоямыз сәуірдің 6-сы. Үйге 7 нотаны жаттап келу берілген. Үйге берілген сабақ музыкадан 7 нотаны жаттап келеміз. Музыкада 7 нота болады, балдар, я? Соны жаттап келу берілген. Кім айтады екен 7 нотаны? Кім айтады? Коробка бас айта қойшы. Бұл өстіп орнына тұрады да тұра береді. Отыр. Зомби айта қойшы. Ре, ми, са. Болды, отыр. Дұрыс емес, айтамайды екен. До, ре, ми, со, фа. Ой, отыр, дұрыс емес. Ой, сен айта қойшы. До, ре, ми, фа, со. Отыра, тағы да жаттау керек. Енді бір айта алатын адам бар ма екен? Айта қойшы. Сен 3 көз. Жарайды, тапсырмасына дайын емес екенсіңдер. Айта қойшы, кішкентай біздің Меган. До, ре, ми, фа, до, ла, ми. Молодец, до, ре, ми, фа, со, ля, си деп айтты. Біздің кішкентай Меган сабаққа дайын екен. Сабақты жаттап кепті. Отыра тұрыңдар, мен қазір журналымды толтырып алайын, я? Жасайын. Ой, бай. Ей, мынау мен журнал толтырам десем, естіп кеттіңдер. Ей, ой, мыналарда, я? Шуламасаңдар, мен журнал толтырамай жатырмын ғой. Оқшылар! Тыныш оқшылар! Не болған мыналарға? Өлі мына. Коробка бас! Бер сумкасын! Меган сумкасын бер! Тыштаңдар орындарға келіңдер. Отыр. Журналымды толтырып үлгере алмадым ғой. Отыңдар, әдебиет сабағы басталды. Мына свет жанды. Қазір свет өшіп қалып, мыналар вампирлер бірін қанын ішіп кетті ғой. Коробка басына ағып жатыр. Әдебиет сабағын өтеміз. Кәні? Тұрыңдар. Әдебиетте. Зомби тістеп алдым ма деймін ба? Зомби тістеп алшы деді. Кімге? Маған. Зомби тістеп алшы. Ана жатып қапты ғой, ұйықтап. Отырыңдар ғана. Отыр. Орындарға кел, болды, әдебиет сабағын бастаймыз. Кән, келіңдер. Отырамыз, кән, әдебиет сабақ басталды. Ал балалар, мен сендерге тапсырма берейін. Мына жерде Абайдың жаз деген өлеңі бар ғой, я? Соны оқып отырыңдар, кән, жазасыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер. Абай Құнанбаевтың жаз деген өлеңін сұрақтарына жауап беріп отырыңдар, өлеңді оқып, сұрағына жауап беріп. Мен журнал толтырып алайыншы, жаңа сендер шулап ше, журнал толтырамадым ғой.
Мен журналымды толтырып алайын, сендер кішкене сабыр ете тұрыңдар, иә? Зомбилар жақсы ғой, монстрлар. Қалыңыздар, балалар. Менде ойнайын. Хочешь, ойнамайсың. Болды, кел ойнайсың. Әже! Басыма, әже шақырып кел. Әже! Әже, Диля талып қалды. Неге? Не дейді? Маған ғана ойнап жатқан сосын мен қатты итеріп жіберген жастықпен. Не дейді? Не болды? Кішкене бет не қылмайсың ба? Жайлап ойнамайсыңдар балалар, не деген сондық мына ойнағанда? Басынан отыра алды ма? Қайырға құлап? Диванға құлап қалды ма? Иә, диванға құлап қалды. Енді не істейін? Соткымда әкелші звондайын. Скорыйға звондайындар. Соткымда әкелдір. Әкелші соткымды. Ойбой, ендіше құстарыма абайлап ойнасандар болады ғой сол. Бір-біріңді аямайсыңдар, е? Жаман құлап қалсың ғой, скорыйға әкетіп қалды енді. Больницаға жатқызатын болды енді. Мейлі енді, укол салдырып жақсы болып келсін енді. Жақсы болып келсін. Болды ғой енді, жақсы болып келсін. Тым болмаса Даяны көретін шығар. Даяна. Көрейінші ка. Siz meni ışıkım yok muydu? Görkem. Işıkım görmek meni ne olған соншалықты маған? Диля, енді не істейміз? Әже, мына Диляра тұр. Қаны? Мұны. Ол ауруханада жатыр ғой ол? Жоқ, әне көрттім. Көріп тұрмын. Әне мен көріп тұрған жоқпын. Көріп тұрмын. Қаны? Ешнәрсе жоқ. Маған ештеңе көрініп тұрған жоқ. Ана отыр ғой. Ештеңе жоқ қой? Қаны? Саған көрініп тұр ма? Ja, маған көрініп тұр. Ол ауруханада жатыр ғой, маған ештеңе көрініп тұрған жоқ. Тұр мына, анау тұр. Енді не істейміз? Менен басқа ешкім сеніп көрмейді. Мына қызға не болған? Кіммен сөйлесіп отыр? Даяна? Кіммен сөйлесіп отырсың? Дилямен сөйлесіп отырмын. Кәндегі? Ешкім жоқ қой. Диля бар. Мұнда отыр Диля. Мына қызға бірдеңе болған ба? Не дейді? Сен ғана мені көреді екенсің ғой Даяна. Иә, мен ғана көрем, басқалар сені көрмейді. Мен жастықпен ұршылай, жастықпен. Әже, мына Диля тауып қалды. Қай жақта? Жоқ қой, ауруханада жатыр ғой. Жоқ,
Mama, жатыр ғой. Даяна, енесіміз. Мені тек қана сен көре аласың. Сен ғана көмектесе аласың. Маған көмектесші. Бірақ мен больницада жатыр екенмін ғой. Енді не істейміз? Сен ғана маған көмектесе аласың. Әже, енді бүгін Дила келеді ма? Білмеймін, ана мен звондағанымда не деді ғой? Тамақ ішіп жатып қалыпты ғой. Қазір тағы да хабарласам. Келе ма, келмей ма, білмеймін. Сәлеметсіз бе? Көп жаса тәңір тілеуімді берсін. Ата, енді менің екі қызыма қарай тұрыңызшы, я? Менің екі қызыма қарай тұрыңызшы. Мен бір жаққа 2 сағатқа барып келейін деп жатырмын. Қанша теңге? 50 мың. 2 сағатқа 50 мың ба? Иә. Өлі масқара, мен пенсиямның 50 мың қойды барлығы соған қарап отырып. Сол мен сізге мына алтын ала беріп қояйын. Менде теңгемен жоқ, доллармен мына $100 ақша алып алыңыз. Менің қыздарым, сол енді бала ғой енді. Не қыласыз, сол кісіге, сол балаларға қарап отырасыз ғой 2 сағатқа. Жерге тығыз жұмысым болып тұр, соған барайын да келейін, иә? Ата, жүріңіз ата. Сізден басқа ешқандай няня қалмапты. Нянялардың бәрі занят екен, сосын сізге звондадым ғой. Келin. Hey, Ой, көрген, Шашу. Шашу, жинаңдар. Бүгін мен жұмысқа тұрдым, Құдай қаласа няня болып. амандасыңдар. Кекелейне, ассалаумағалейкум деп амандаспайсың ба? Саламатсыз ба? Мана көрші подъезде тұратын аталарың ғой, далаға шыққанда көріпсіңдер ғой, иә? Енді осы аталарың аманат, жасы 80-ге келді, әлі 100-ге келу керек. Осы кісіні шаршатпай, тәртіпті болып, ағы керек, өз денсаулығы жоқ. Сондықтан шаршатпай отырыңдар қыздарым, мақұл ма? Әйтеуір қазіргі балдар қиын ғой, далаға шығып кетеді, жалаңаяқ шығып кетеді, сосын кейін сыртынан құлтап та кете алмаймыз, сондықтан сізге тастап балаларымды аманат қылып кетіп баратырмын, ата. Бірдеңе пісіріп қойдым ба, мен қарным ашады ғой. Иә. Сізге көже пісіріп қойдым, кеспе көже әдемі. Иә. Печенье пісіріп қойдым. Қазір қыздар әкеп береді ғой. Жақсы онда, мен қайттым. Кеттім. Отыра беріңіздер. Нана, жүрер. Ата келді, тиктокқа түсеміз. Не дейсің? Тиктокқа. Ау? Тиктокқа күтеміз. Тиктокқа күтеміз? Тиктокты қалай күтеді қыз? Ой, тиктокқа түсеміз деп атты. Тынығып алам. Тұта мен қарным ашқан сияқты тынықпай тұрам. Маған ар жақтан печенье алып келіп бар. Илюмін аласың 2 сағатқа. Сол илюмін алып кетейін үйме қарай. Балаларға шірдеге бірдеңе алайын. Kardeşimle almadan. Alacağız. Kızı dalbanmışı. Ne yapıp çıksay birisin. Bizge karayız, biz sizge karayımız var. Buna bana sıkımda bana kendini de alma vereceğim mi bana? Aynen. Al sindir, karnım açtı. Bana ne demedi ana? Ayşe dedim ki mamalar ne demedi özüm? İçeri dedim ha birden pişirip koydum demedi koy. Ata, siz qaydan eshitib qo'ydi? Sizdan qulog'ingiz yerang edi qo'y. Yerang deb yerang boqqanimda balaqul aql degan so'm. Hozir alma beraman. Ay!
Маған жүдә бір мені тоят деп қалды ау. Қыздар, мә, екеуің келіңдер. Мә, ата, біз деген жоқпыз ғой. Сендер маған азақ әкеліңдер, мен де сендерге азақ бердім. Жинаңдар мына үйді, мамаларың мен жинайды деп ойлады ма? Шашып отыра бересіңдер мен білмейсің. Сенімді алам, одан кейін кетерін оларға екі сағат қарап. Жинаңдар ма? Ол жинаңдар. Көркем. Қазір кіші атаға тұр дейсің. Сен тұр, мені арқала деп түсіндің ба? Сосын алмаларды ата, түске бұл ойын айтып қайын ба? Қандай ойын? Мені арқала. Жарайды алар. Көркем яқа тұр. Қоям түсіп қалмасын басқада. Алып жүргенде жеп алайын. Ата, енді мені арқалаңыз. Бірақ бұл да жақсы болды. Тымығып қалай benim. Рахат ана баланікі ғой. Жатыр ана бала. Рахаттанып алмасын жер. Ver, yega. Ойбай, өлетін болдым, берім айналып. Шашамаңыз. Шашамаңыз істей беріңіз. Benim aynalıp gitti oy, aynalıp gitti oy. Cinsin. Yıksınlar. Şaşırlarımdır bunun. Kulaklarım var mı? Yedi alsam ayamayım. Ne balağaydın kulak bu balağaydın. Verin.
Balama болды. Шыдамаймын. Бүйтіп алған 20 мың құрсын. Кеттім. Болды. Атаны қуып жібердік. Кел. Достар, сәлем. Қазір біз магазинге шыққалы жатырмыз. Әжем және мен Әбділә үшеуміз. Магазинге барамыз қазір. Демекші болды енді. Сонда да амал жоқ. Сағат 11 жағында болды. Шетке шық. Магазинге де келдік. Магазинге Жақындадық. Магазинге келдік. Алиханның несін аламыз ба? Жоқ. Алиханға ештеңе сатпай қояйық. Алиханның өзінікі бар емес пе? Маға деді. Чупсаңдар деп болмам. Чупса келдеді. Істейміз енді. Қашам? Достар. Қорқып келеді. Мен вообще ентіп кеттім. Магазиннен шықтық. Артымыздан біреу қолап келе жатыр. Біз жүрсек жүреді. Көрмей қалса. Кәні? Қатты жүріп келе жатыр. Қатты жүріп. Әжері бірдеңе тастық. Қолына бірдеңе ұстапты әжер. Әжер шынымен қолына бірдеңе Қаяққа метіп көріп. Жақында қатты қызарып болыңдар. Сыра. Құлаққа мандарына шоғырдан. Істейміз енді. Қашам? Достар. Қорқып келеді. Мен вообще ентіп кеттім. Достарымда қараңғы жолмен ешқайсы бармаңыздар қараңғы. Кәні? Маньяктар үстіп пышақтайын деп алқаш болған. Ай, қорқынышты. Алла сақтасын. Мен қорқам. Мама что-то көрінген кетті. Ең жақында ұтқанда жүгіріп кетпесе. Деме. Біздің үйге кеп қалдық достар. Үйге жақындадық. Келе жүгіріп кетті. Сіздің жаныңызда болам. Менің жанымда. Аян екеуміз келе жатырмыз. Әпшем жүгіріп кетіп қалды. Аяны мен тастамаймын әжеме. Әже жүре алмайды мен қасында. Я әже жүріп. Менің бірге келе жатыр. Мама сияқты. Келе жатыр ма? Ойбай, достар келе жатыр. Біздің жолға Өлі. Қалмайды ғой біздің артымызда. Достар, өлі. Достар, кім бұл? кім бұл? Маньяк па әлде не алқаш па адам ба? Шибаған ба білмеймін. Слам еткізді. Жақтайым дейді шо бізді. Қатты жүріп келе жатыр. Қатты жүріп. Әжері бірдеңе тастық. Қатты жүріп келе жатыр. Әженің жанында жүремін. Әжені тастамайым. Мен құсыма сені тастамайын деп келе жатыр. Қорққаннан қашып кеттім. Аяна, келе қорққаннан жүгіріп кетті. Жүгір. Есін жап. Құлта. Құлтадыңдар ма? Жүр. Ойбай, Алла сақтасын. Қалмайды ғой, қалмайды. Біз жүрсек жүреді, тұрсақ тұрады. Аян, құлтадың ба? Жүр. Ойбай. Ешқашан түнде магазинге шықпаңыздар. Және қараңғы жолмен қайтпаңыздар.
Korkuttum. Ne çürüyorum ben? Aşırı vardır. Ne vardır? Bağırnağı. Aşırı vardır. Aşısı gibi. Güzel kokuyor. Korkup bitti koyulayım. Suskaramız. Dik getirip de aşık. Çavrağındaki koymayacağım. Çürüyorum orası. Dostlar, bizden артымыздан ешқандай маньяк болған жоқ. Ол біздің ағамыз болатын. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бізге лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Есін жылап отырсың? Көрмейатсың ба? Пияз ашып отырмын ғой. Сен вообще-то қашан жұмысқа шығасың? Сен уже жаз бітті, қыз бітті, көз бітті. Көктем бітейін деп жатыр қазір. Қашан жұмысқа шығасың? Ана қызың мектеп бітірейін деп жатыр. Қойшы, ыржыңдамай отыршы. Түсеміз ғой. Сен ана осырақ Жигулимен хотя бы таксовать идти. Қызде, ойнап отырсың, өміркен болап. Әкең үшеуің әбден семіргесіңдер. Annem. Ay çıba borsa girip marsa bir tutsadı. O düşüyor ben demişler dedim böyle. Yüzüne var, şu amazan. Қойсай, кішкентайымыз ғой ойнайсың да, ыдыс жу деген қайдан шығарып алдың? Қайдағы ыдыс жуғандай айтып жатсың? Hadi ben üçünü yemem ama ateşim. Üçünü dibini çıkardım. Var öyle üçünü yemem. Ama ateşim. Екеуінде нақ кішкентай қызға шаңқы деп жатсың. Өзің ыдысты жу. Қызың екеуінің қызың дәп-дәп болып, өзің семіріп алып, жұмысқа тұрмайсың ба сол үшін? Mama su şem, su beşi mama su. Дәп-дәп болып су құюды білмейсің ба? Мына бокалды аласың, одан кейін ағызасың. Ішіме ана бокалмен. Кім кішкентай қызға ұрсып жатса? Даже мына қызың таяқтың не екенін білмейді, үйретпейсің ба өзің? Өзің үйретесің. Осының бәрі өзің бәлең. Өзің үйретуің керек, жұмыста да сен істеуің керек. Пол жуасың, тамақ істейсің. Сендердің тамақтарыңды істейді. Полыңды жуа, кіріңді жуа. Тағы не істеп берейін? Қызыңа өзің үйретуің керек. Сенің кесірің бәрі. Ал сұрашы қызыңнан, мына таяқты не дейді деп, оқтау демейді, мен ұратын таяқ дейді. Сұра қызыңнан. Қызым, мынау ойнау не? Ben ұрып жүрмін, таяқ оймамам. Көрдің бе? Қызың дәп-дәп болып, екеуің семіргесіңдер әттен. Қызым, қарның ашты ма? Баре, магазинге колбаса мен нан алып кел. Мен қай ақшама әкелем? Барлығын істе өзің бар. Бол бар. Мен қай ақшама әкелем? Менде тас та жоқ. Жұмыс істемейсің ба? Жұмысқа шықпа. Жата бермей пультіңді құшақтап. Қойшы. Қызым, ана Аминаға бар да, кәмпит пішін алып кел. Аминаға жаздырып алып кел. Tağda cazdırıp
Barın akça yok mu ne? Жоқ менде қай ақшама келем? Жоқ менде ақша осы жерде. Қош мен чупа-чупс мороженое алып келем тағы да қосып. Жоқ, алма. Sen de akıllı böcek çupa-çups alamıyorum. Мен мороженое. Алма, тез барып кел ғой. Қонақтар тез келеді қазір. Çupa-çups alamıyorum. Шайден алыңыз, шайден. Өзің үйіңе нанды үзіп алмайын жеп отырсың шетінен ол. Үссе қонақтардың алдына қойса, өзің жегенміз. Өзі жемсің. Шай алып отырыңыздар міне. Шай алып отырыңыздар. Ау? Біздің қызымыз мектеп бітіріп осы қалаға келіп жатыр еді енді. Сіздердің үйлеріңізде жай болса, және тағы бір қызым бар, ол институт бітіріп отыр. Сол ауылға жұмыс істемеймін дейді, ауылға. Қалада жұмыс істегісі келеді. Осы енді бәріміз туысқанбыз ғой, үйлеріңе жатып жұмыс істесе деп отырмыз да. Біз үлкен қыздарға жауап бере алмаймыз ғой, негізі, да? Жауап бере алмаймыз, оның үстіне үйіміз бір бөлмелі. Nasıl ойлап отырсыңдар? Егзе, сенен жасты қыздар уже ұбытыға теске дайындалып жатыр. Қайдағы тез мен 16-ға келдім бе мен әлі? Әкесі, мына қызың 16-та екенін білмейсің ба? 16-дасың ба? Білмеймін, ама 16 деп жатыр ғой мені. Білмеймін. 16 дедім ба? Теске дайындалып ұбытыға. Бай, бля, мен онда теске дайындалайын менде. Онда мен де жұмысқа тұрайын, ойыншықтарды көршілерге таратып жіберейін. Иә, сен өйстіп пультыңды құшақтап отыра берсең, бір уақытта оянасың өйстіп. Тағы ұбытыға барып, диплом алған кезде бірақ оянда тағы да. Бар таксовать етті. Жұмыс. Ой, Алла! Тупай, тіл көзден сақтасын. Бізге Нұрай келді, Нұрай подписчигіміз, көршіміз. Қыздарымыз қызы бізге келіп отыр. Ойнауға бүгін. Екеуі ойнап отыр жерде. Диляра қайда, Диляра? Көрінбейді ол? Қай бөлмеде ол? Диляра қайда кеткен? Тай мына жақтан неғып тұр, Диляра? Бісмілда. Жүгіріп кетті. Әжен жүгіріп кетті. Қайға кетті? Төбеге шығып кетті. Ой, төбеде. Істеп жүр төбеде. Диляра, не қылды саған, Диляра? Оля. Ne yapıyorsun? Ne oldu Dilara? Ойбай, не тағып алған? Бір медалін әжесінің медалін тағып алған ба? Ойбай, не тағып алған? Үшін менің алтын білесігімді тағып алыпты. Ойбай. Диляра, беке. Суақың берші, маған бір түрлі қалды ма? Не болып кетті нағыз? Келе ғой, Диляра. Öyle. Kola otur lan. Burayı da kola otur. Dilara. Ucuğum. Otur. Dilara otur. Kış. Böyle. Bismillah. Yine kaydık. Otur şunu. Böyle. Bismillah. Yine kaydık.
ойбай бысымыл. Дилера ой жаным отыршы тика келе отыра ғой келешка иә берсей ой бысымылда өлі ана бақалды ал өлі не болды ұстар мына қызға біртүрлі болып қалды ғой мына қыз біртүрлі болып қалды ғой мына екеуі жүрген мына қыз біртүрлі болып қалған ба не болған мына қызға Тиля жаным отыршы Тиля отыра қойшы ойбай бысымыла алшы адам анамен біреу тұрайын деп жүр ме бысымыла Тиля берші Тиля қоя ғой өлі мына жаққа кіріп кетті не істейін деп жатыр бысымылда ой бәрін шашып жатыр ғой бүлдіріп жатыр ғой үйдің бәрін біртүрлі болып қалыпты ғой өлі мына қыз пысық болып кеткен сияқты сондай болды не қыламыз скорый шақырамыз ба Тиля қой сынат қолын байлайтын бір нәрсе ремей ма бірдеңе алып келші бар атаң болыптан бар өлі столдың астына кіріп кетті ма немене қалды не істеп жатыр ол Тиля не болды жаным отыр Тиля жақсы ғой екен отыршы ойбай отыршы кел байлап тастайық біртүрлі болды ғой үйдің бәрін қиратып жатыр ғой мына өлі о немене фонарик емес па Тилера қой бысымылда бірдеңені жеп жатыр өлі ананы ал шарды жеп қояйын деп жатыр арт қарап тұр дейді жібер мойнын ауыртып жүрді ма енді не істейміз оны ше қолын бірдеңемен байлап тастайық өлі мына қыздай біртүрлі болып қалдық мынау ананы айналып жүр өзі ортаға қойып алып ше менен әкеліңдер өлі мына қыздай енді не істейміз ана терезеден секіріп кетпесін ұста қолын артқа қайыр байлай аласыңдар ма біреуін ұясыңдаршы біреуі ұстап тұрып біреуін байласың екеулеп байлаңдар енді байла мына түсімді шамалымен түсіріп бүйтіп кіріп байласайық енді скорый келгенше кішкене байлай тұрайық ой қызым не болды бұған несі лақтырып жіберді ғой күші көбейіп кетті ма рөлеп кетті ғой тиме шарды жеп қояйын деп жатыр ал қайтадан байландыршы ана байлаған болмай қалды ғой жаңа өлі шарды ма енді не істеймін шарды жұтып қойған емес өшіріп жақ бөпе Алиханды қолап жатыр ма байландыр аяғымен теуіп тұрған қарашы құлатып жібермесін сендерді аяғымен отыра мен скорыйға звонып қойдым ана жерде келгенше ұстап отыра тұрыңдаршы екі жағынан ұстаңдар диванға алып барыңдаршы диван жақ әкеліңдер диванның қасына отырғызып қояйық жерде отырсын енді шақырған үсте Та-та-ла-ла тупой. ойбай не дейді сөйлей алмай да қалған ба не болып қалған Та-та-ла-ла тупой дейді ой Микки Маус шешін ана
Ля қыздар мана Диляраға қарай тұрыңдар. Мен скорыйдың алдынан шығып келейін. Даяна ойбой, мына қыз псих болып кетті ғой. Енді не істейміз? Мен барып сыртта скорыйды көріп келейінші, келді ме екен? Ұстап отыра тұрыңдар. Екеуің